Бүгін 19 май 25 жыл Кентау прокуратурасы понедельник күн келдіген пятницадан бері база істемей жатыр. Пятница күн соны Диярға айтайық, Елесметов келіп тұрды. Диярға, Елесметов. Көйің номерлерін копиядан берем деген. Понедельник келдіген. Ответ 12 майда шыққан. Маған пятница күні берді. 16 майда. Копиясыны понедельник берем деді. База істемейді дейді. Пятница істемей тұрды. Дұрыс тұрды, база істемейтін. Қандай прокуратура? Компьютерде бәрі болу керек қой. Базаның не керегі бар білмеймін. Алейкум. Базада жұмыс жасамады. Шақпайын десем. Ол понедельник жұмыс жасапқан жоқ. Ол жүрдіге телефон. Несін көремін мен? Сен телефон ғой? Маған копиясы керек. Мана көйде не бар? Мысалы, антикор 26 барақ жіберді неге? Есенәліге. Көрдіңіз бе соны? Мен көргем, бірақ қанша парақ салған жоқпын. Бірақ вложение бар үшін. Мен көргенде аяқта департаментте бірақ лист тұр да, бірақ лист. Қарсы пікір болды. Басқа со стороны адвокатов подделка, со стороны прокуратуры Кентау қаласыныкінің ішінде ешқандай документ жоқ. Хотя мен антикорға звондаған неге өткізген. Ана деме Болатқа да айтқам мен. Берші көрейін деп көрсеткен жоқ. Мен не алайын, қашан келейін? Мына күні бізге келіп, потому что база істемей ме, сонда мен түсінбеймін. Бұл база жоқ деген ештеңе шешіп болатын. Қазір бізде республика машинасына көп қойып жатасыңшы. Жоқ, сонда істеп тұр ғой, сонда мен копиялап аламын. Соның бөлек нәрсе ғой. Бізде веб-интернетте бар да, мы не уважаем пользователей в связи с возникшей ситуацией. Если это внесут, қашаннан бастап
ол 8-ден әлсіз қашан бәрі жазып Мысалы да қараңызшы, прокуратураға мен талай заявление жазғанды, мына Ерлан следователь үстінен. Ол да көрсеткен жоқ. Хотя департамент полиция Түркістан Кентауға жіберді ғой, дұрыс па? Олар көрсету керек қой маған Ерлан, неге көрсетпей, мен заключать ете береді олар. қой бойынша ма? Иә. Жоқ, қой бойынша сіздер түсініктеме алу керек қой. Түсініктеме алған жоқ. Мен өзім барып заставить объяснительный жазып кеттім. Мен айттым, заявление де жазар. При моем участии тексеріңдер деп та. Олар даже аяқтарын көрсеткен жоқ Ерлан. Енді өзіңге шығарып беремін, бірақ базасы тимей тұрады. Қашан болды? Пятница келдім жоқ, понедельник келдім жоқ. Мен сізге айтамын, былай айтамын, негізі күнделікті бұл вообще ондай болмайды. Жарты күн істемейді, ол күн бола тұрып, 1-2 сағат істемейді, болып тұрып. Сіз пәленше күн звондайсыз, шыққаннан кейін. Мен не заявление тұр ғой бәрі. Неде бар заявление бәрі. Қазір мен неге баратырмын мама? Ассамблея бақытқа. Ана күн пятница күн барсам жоқ екен. Понедельник күн деген, күн келген. Егер болмаса бол мен президентке жаза бердім. Сондай егер мысалы бүгінде аламасам сізді де қосамын. Потому что мен көйінің номерін алмай жатырмын, білмеймін деді. Ондай да. Көке мен қоса беріңіз. Мен тазамын. Жоқ, подожди, мен сіз айтып жатырмын, сіз айтып жатырмын, базар істемей жатыр деп. Пятница деп. Мысалы, хотя заявление понедельник күн келіп түскен ғой, өткен апта понедельник күн дұрыс па? Көке сіз мен қош жаза беріңіз. Мен сізге как есть бәрін по закону жазып бердім. По закону не керек. Қолыңызға бумажны бердім. Уақытысында жауап бердім. Егер қой бойынша жауап бердім сізге. Енді одан кейін сіз мен сұрауыз ғой қойдың несіне, істің жаңағы құжаттарын. Мен шапырын деп айттым, бірақ қазіргі кезде неше ситуация болады, бізде база істеп отырған жоқ. Сол үшін сізге бере алмай жатырмын. А так сізге мен жауап бердім қой бойынша. Не шешім қабылданды, біздің біздің полиция қандай, бізге бәрін жауап бердім. Бар. Копиясын беріңізші мен, жаңағы неден.